Бұл бірінші маусымның 3 бөлігінің екіншісі. Біз анимені бастаймыз. Ол келесі күні Рикиши Джоға жақындап, келесі жексенбіні бере алмайтынымды айтудан басталады. Сондықтан оны қазір төбелесуге шақырады. Мәселе мынада, алдыңғы жекпе-жектен кейін Джо әлі толық қалпына келмеді. Бірақ соған қарамастан, ол бұл сынақты қабылдайды. Бұл үшін тұтқындар күзетшілердің назарын аударып, Джо мен Рикишиға кедергі келтірмеу үшін өзара төбелесті. Алайда бұл оларға көмектеспеді. Ал күзетшілер тұтқындармен бірге оларды ұрыс кезінде тауып алды. Джо ең жақсы формада болмаса да, Рикишиді әлі де қатты ұра алды. Тіпті Денпей Джоның соққыларының айтарлықтай күшейгенін байқады. Бірақ ол мұны қалай істегенін де білмеді. Йока оларды тоқтатуға тырысып, Рикишаны 3 күннен кейін босату керек екенін айтады. Және бұл жекпе-жекте ол үлкен тәуекелге барады. Және бұл Рикишаның жақын арада босатылуына байланысты жекпе-жекті дәл қазір бастауға шешім қабылдағаны белгілі болды. Бұл оның бостандыққа шыққаннан кейін боксшы ретіндегі мансабын жалғастырғалы жатқандығына және енді Джоға сабақ беруге міндетті екендігіне байланысты. Ақыры Денпей араша түсіп, олардың қазір бәрін шешудің қажеті жоқ екенін айтады. Сондықтан оларға кәсіби жекпе-жек ұйымдастыруды ұсынады. Өйткені, оның айтуынша, Джо бостандыққа шыққан кезде, ол өз залын ашпақшы. Джо мен Рикиши бұған келіседі. Алайда, Рикишидің айтуынша, бәрі Денпей айтқандай болатыны шындықтан алыс. Өйткені ол ұзақ уақыт бойы өте нашар беделге ие болды, және бүкіл жапон боксы оны өз қатарында көргісі келмейді. Барлығы ажырасып кеткенде, Джо Рикишидің не туралы сөйлескенін сұрайды. Бірақ Денпей бұл жай ғана жалған қауесет екенін айтады. Сосын қолғабын шешуін сұрайды. Ал Джоның жұдырығында тас ұстағаны үшін оның соққысы қатты болғаны белгілі болды. Осылайша ол өзіне бастама бергісі келді. Өйткені ол бұрынғы жекпе-жектен әлі айықпағанын түсінді. 3 күннен кейін Рикиши босатылды. Бірақ ол кетер алдында Джо оны шақырды. Содан кейін Рикиши Джоның тастарды қолданғанын білетінін айтты. Сондықтан ол оны бос жерде күтіп тұрғанын айтты. Онда ол кәсіби рингте бұдан бұлай ұша алмайды. Рикишаның кетуіне байланысты Джо турнирлерге қатысудан бас тартады. Және Нишаға бұл оның рингке тартылуын тоқтатқандықтан, және бұл туралы не істерін білмейтінін айтады. Кейінірек Аяма Джомен қоштасуға келеді. Өйткені оның мерзімі аяқталды. Кетер алдында ол Джодан рингке шығуын өтінеді. Және нағыз дос ретінде Джо оның өтінішін орындайды. Ол шыға салысымен тұтқындар оны жігерлендіре бастады. Өйткені Джосыз бокс онша қызық болмады. Жекпе-жектің басында Джо бірнеше ауыр соққылар алды. Бұған дейін ол тек Рикишадан алған болатын. Бұл оның рухын көтеріп, Джо боксты қайтадан ұната бастады. Сондықтан одан кейін ол еш қиындықсыз жеңіске жетті. Біраз уақыттан кейін Ниши де түрмеден босатылып, кетер алдында Джоның өзін жақсы ұстауын сұрайды. Өйткені ол оның да тезірек шыққанын қалайды. Нишаның түрмеде кетуімен Джонидің достары қалды. Бірақ соған қарамастан Денпей оған апта сайын жаттығу сабақтарын өткізу үшін келетін. Кешке осындай жаттығулардың бірінен кейін Рикиша мен Сабура арасындағы жекпе-жекті теледидардан көрсете бастады. Басында Рикиша бірнеше рет қатты соққы бере алды, бірақ кейін оны нокдаунға жіберді. Екінші раундта Рикиштің жағдайы онша жақсы болмады. Бірақ сәтті күткеннен кейін ол қарсы шабуылға шығып жеңіске жетті. Ал бұл жекпе-жекті мұқият бақылаған Джо Рикишиге қолдау көрсетті. Тағы бірнеше айдан кейін Джо ақыры түрмеден босатылды. Ол басқа адаммен босатылды. Мұны тіпті тұтқындар да байқады. Өйткені Джо Денпейге шаңын сүртіп, орнынан тұруға көмектесті. Ол бұрын ешқашан жасамаған. Олар Денпей өзінің бокс клубын аша алатын қараңғы аудандарға оралды. Бұл клубтың қазірдің өзінде 3 мүшесі бар. Атап айтқанда Джо, Денпей және Ниши, оларда кәсіпқой боксшы болғысы келді, және оны бұл әрекетке шабыттандырған Джо болды. Бәрі ойдағыдай болып жатқандай көрінді, бірақ оларға гүл жеткізуші келіп, жерлеу гүл шоғын табыстады. Жұмысшының айтуынша, бұған Рикиши тапсырыс берген. Ол бокс федерациясы мойындамайынша, олардың клубын шынайы деп санауға болмайтынын айтады. Осыдан кейін Джо бірден Йоканың резиденциясына жүгірді. Өйткені ол Рикишаның сонда тұратынын біледі, бірақ Ниша оны тоқтатады. Оның айтуынша, олар қақтығысты тек рингте ғана заңды түрде шеше алады. Сонымен қатар, Джо темір тордың ар жағында отырғанда, тіпті Ниши де соққыларын жақсарта алды. Яғни Рикиша қазір одан да күштірек. Осы әңгімеден кейін олар залға қайта оралады. Онда түнде барлық лашықтар Джоның қайтып оралуын тойлап жатыр. Содан кейін ол өзін үйде сезіне алды. Ал бұрын ол мұндай сезімді бастан кешірмеген. Өйткені ол өмір бойы жолда болған. Содан кейін клубқа партизан есімді тұтқын келеді. Ол Джостолдың үй иті сияқты екенін айтады. Джо колонияға кіргенде, ол агрессивті, нарциссист және бүлікшіл болды. Ал қазір ол әлдеқайда жұмсақ болды. Партизанның айтуынша, ол еркін адам.
Өйткені оның жоғалтатын ештеңесі жоқ. Демек, өкінетін ештеңесі жоқ. Джо қазір бокспен айналысып жатқанда, егер бірдеңе дұрыс болмаса, ол бәрін жоғалту қаупі бар. Кенеттен сыртта қашып кеткен тұтқынды іздеп жүрген полицейлер пайда болды. Джон оны тапсырған жоқ. Керісінше оның отыратын жерін ұсынды. Бірақ соған қарамастан Джо оның сөздері туралы ойлана бастады. Өйткені шын мәнінде ол өмір бойы белгілі бір мақсатсыз өмір сүрді және ешқашан ештеңесі болмады. Оның үстіне ол бокспен тек түрмеге түскендіктен ғана айналыса бастады. Ал онда басқа кәсіптер де болған жоқ. Партизандар Джоның Рикишимен жекпе-жекті өзінің кросс-кантр соққысымен қалай теңестіре алғанын еске салды. Бірақ екінші рет бұл нәтиже бермейді. Сондықтан ол Джоға бокспен айналысуды ұсынады. Дегенмен Джо шұңқырмен жекпе-жек кезінде өзін қалай жеңгенін және жолда қорғанысты қалай үйренуге тура келгенін есіне алады. Оның боксты шынымен жақсы көруінің себебі оның өзгермелілігі мен шексіз алуан түрлілігі. Сондықтан ол бокстан бас тартқысы келмейді. Келесі күні таңертең Ниша Денпейдің оған сатып алған арнайы жаттығу костюмін Джоға тапсыруынан басталды. Осыдан кейін Денпей оларға барлық қараңғы аудандарда жүгіруді ұйымдастырады және бұл тек бастамасы екенін айтады. Ол оларға тапсырма беріп, өз клубын тану үшін жапондық бокс комиссиясына өзі барады. Әйтпесе, Джо Нишаны кәсіпқой боксшы деп атауға болмайды және олар рингке шыға алмайды. Жаттығудан кейін Ниша Джонды жаңа жұмысына апарып, әзірге азық-түлік дүкенінде жұмыс істеуге тура келетінін айтты. Ол мұны осылай жасайды, бірақ оның мақсаты үшін ол әлі де тырысады. Күннің аяғында ол тіпті ұнай бастады. Алайда, осы уақыт ішінде Денпей ешқашан оралмады. Ал полиция олардың залына келіп, Денпейдің ұсталғанын айтты, өйткені ол мас күйінде төбелес шығарды. Джо Ниши келгенде ол мұның қалай болғанын айтып береді. Ол жапондық бокс компаниясының кеңсесіне тікелей келіп, комиссияға кәсіпқой боксшының сынағынан өте алатын жауынгер тапқанын айтты. Бірақ ол үшін жаттықтырушы лицензиясын жаңарту керек. Алайда, бұған дейін жекпе-жек кезінде рингке өзі шыққанын еске салып, одан бас тартты. Сонымен қатар, ол үнемі мас болып, төрешілермен төбелесетін. Сондықтан Денпейді еш жерде қарсы алмайды және Денпейдің қайтып оралуына ешбір боксшы лайық емес. Осыдан кейін Денпей мас болып, кеңсеге қайта оралды. Онда ол тәртіпсіздік жасады. Тек комиссияның оның жеткіліксіздігі туралы сөзін растады. Жағдай қайғылы болды. Сондықтан келесі күні Ниша мен Джо оны қолдағысы келді. Бірақ дан босатылғаны белгілі болды. Белгілі болғандай, Йока оған кепілдік берген. Оның үстіне ол олардың барлығын атасы иелік ететін жаттығу залына апарады. Оның есімі Микиноски және ол Джо Нишиді кәсіпқой боксшы етудің балама әдісін ұсынады. Өкінішке орай, ол тіпті комиссияның шешіміне әсер ете алмайды. Сондықтан жігіттерді өз залында жаттығуға шақырады. Сонымен бірге Денпей әлі де олардың жаттықтырушысы бола алады. Микисоки сонымен қатар колонияда жүргенде Джоның үлкен әлеуетін көргенін, сондықтан мұндай таланттың жоғалып кетуіне жол бере алмайтынын айтады. Жағдай өте жақсы болды, бірақ Джо Йокқа қарыз болғысы келмеді. Өйткені ол оны әлі де жек көреді. Сондықтан Джо бұл туралы ойлануға шешім қабылдады. Бірақ осы кезде Рикиши олардың кабинетіне кіреді. Йога енді Джо мен Ниша онымен бірге жаттығатынын айтады. Бірақ Джо одан бас тартады. Мәселе мынада, ережеге сәйкес, бір клубтың жауынгерлері бір-біріне қарсы рингке шыға алмайды. Дәл қазір Джо Рикишимен жекпе-жек үшін өмір сүріп жатыр. Бұған жауап ретінде Рикиши оны әуесқой деп атайды. Бұл Джоны қатты ренжітті, сондықтан ол дәл қазір төбелесетін болды. Алайда Денпей Джоның өте ақымақ әрекет жасағанын айтып, оны аудиториядан шығарып жібереді. Рикиши бұрынғы жеңіл салмақтағы чемпионмен спарринг өткізді. Ал олардың боксы шамамен бір деңгейде болды. Бұл Рикишаның 3 есе күшейгенін және Джоның оған қарсы тұруға мүмкіндігі жоқ екенін білдіреді. Оның үстіне Джоның әуесқой туралы айтқан сөздеріне ренжігені Джоның шынымен де әуесқой екенін растайды. Денпейдің сөздері жағдайды одан сайын ушықтыра түсті. Өйткені бұл үшін Джо Денпейді есінен танып қалады. Мұны бүкіл аудитория, соның ішінде Рикиши мен Микиноски Йокамен бірге көрді. Джо өзінің боксымен өзін кәсіпқой боксшы деп санауға тұрарлық екенін дәлелдегісі келді. Сондықтан ол жаттығуды жалғастыруда. Содан кейін Рикиши қатысатын жарыс басталып, Джо жекпе-жекті тікелей эфирде көруге келді. Рингте Қасқыр есімді жауынгер өнер көрсетті. Оны Рикишимен салыстыруға болады. Содан кейін Рикишидің өзі жекпе-жекке шығуға мәжбүр болды. Барлық жекпе-жектер аяқталғаннан кейін Джо Қасқырдың қолтаңбасын сұрай бастады. Бірақ содан кейін оны таптау үшін ғана ол өзінің жаттықтырушысы Аттокиге билеттің ақшасын аяйтынын айтты. Өйткені лайықты боксты тек Рикиши көрсетті. Ал Қасқыр тіпті ұруды да білмейді. Бұл Аттоки мен Қасқырды ашуландырды, сондықтан Қасқыр Джоға сабақ беруді шешті. Бірақ Джо дәл осы мақсатқа қол жеткізді. Джо қарсы соққыны қолданып,
қасқырды нокаутқа түсіре алды. Журналистер мұны бірден суретке түсіре бастады. Ал жаттықтырушы оның жауынгерінің дәл осылай нокаутқа түскеніне сене алмады. Журналистерде Джо бұл техниканы қайдан үйренді деп ойлады. Ал Рики Шим оның Дампей бокс клубынан екенін айтты. Осыдан кейін Микиноскидің айтуынша, кетулер декретін бокс комиссиясы Дампейге тиісті лицензия алудан бас тартқан. Сондықтан бұл клуб туралы ешкім білмеген. Журналистер бірден барлық нәрсеге кетулерді кінәлай бастады. Өйткені олар оны Джо өз жауынгерлерін жеңеді деп қорқады деп ойлады. Нәтижесінде журналистер бұл туралы газеттерде жазды. Осылайша ОК комиссиясын Дампей клубын оған лицензия беру үшін мойындауға мәжбүр етті. Бұл жаңалық Дампейдің өзіне жетті. Яғни Джо мен Нишиге рингте өнер көрсету құқығын алу үшін кәсіпқой боксшы сынағынан өту ғана қалды. Келесі күні Джо әдеттегідей жаттығуға баратын болды. Алайда Дампей оған бұған тыйым салды. Өйткені Джо соққыдан айығуы керек. Ештеңе істемей, Джо жақын маңдағы мектепке келді. Онда боксшыларға арналған секция да бар. Ол Нагаки есімді оқушыны спаррингке шақырады. Бұл кәсіпқой клуб емес, тек секция болғандықтан, Джо кез келген жекпе-жектен тыс жерде жеңіске жететініне сенімді болды. Бірақ шын мәнінде Джони бірде-бір соққы жасай алмады. Өйткені ол қарсыласына ілесе алмады. Газеттің арқасында шәкірттері оны таныды. Ал Нага Джоның кәсіпқой боксшы болып тағайындалғаны туралы айтты. Сондықтан сенбіде Вугласындағы кәсіпқойға тест тапсыруды ұсынады. Онда олар кімнің мықты екенін шеше алады. Джона бұған келіседі және кешке Дампайға бұл туралы хабарлайды. Сол жерде тауашаны жазуды ұсынады. Мәселе мынада, бұл шынымен де өте қиын сынақ. Онда 6 раунд бойы күресуге тура келеді. Оның үстіне ол 3 күннен кейін ғана басталады. Қазіргі чемпиондардың көпшілігі бұл сынақты бірінші рет өткізген жоқ. Сондықтан Дампей Джоның мұны не үшін жасағанын түсінбейді. Жазбаша тесттен басталатын емтихан күні келді. Джо теорияны жақсы білмеді. Сондықтан кейінірек ол өзінің толық бос сөз жазғанын тауашадан түсінді. Осыдан кейін олардың екеуі де директорға шақырылды. Онда Ниша оған тестті С сыныбына ауыстыруды өтінді. Бірақ Джо басқаша әрекет етті және оған бірден Вугласының куәлігін беруді өтінді. Шын мәнінде, Вугласы бокста айтарлықтай жетістіктері бар әуесқойларға арналған. Атап айтқанда Рикиш пен Волкпен жекпе-жек. Директор Джоға жеке куәлік беруден бас тартқанымен, ол оған қалуға және емтиханнан әрі қарай өтуге рұқсат берді. Ниша жекпе-жегінің бірінші раунды басталды. Ол алдын ала тактиканы ойлап тапты. Алдымен ол қарсыласының шабуылдарын есте сақтау үшін ғана жалтарып кетті. Содан кейін ғана ол қарсы шабуылға шығып жеңіске жетті. Осыдан кейін В сыныбына арналған сынақ басталып, бірінші жекпе-жекте Инагаки мен Джо рингке шықты. Өткен жолғыдай Джон Нагакиге үнемі дәл шабуыл жасай отырып, бірде-бір соққы жасай алмады. Екінші раундта Джо Нагакиді де өз ұстанымымен арандатты. Өйткені ол бас тартқандай қолын төмен түсіріп, Нагаки оған шабуыл жасады. Бірақ дұрыс сәтті күткеннен кейін Джо сәтті қарсы шабуыл жасай алды. Содан кейін ол оны ұра бастады. Джоның жеңісі айқын болды. Бірақ төреші Нагакидің енді күресуге күші жетпейтінін байқады. Сондықтан ол жекпе-жекті тоқтататынын жариялады. Бірақ Джоны тоқтату мүмкін болмады. Сондықтан оны ұрып, соғуды жалғастыру үшін қашып бара жатқан Инагакидің артынан қуды. Нәтижесінде Джо жазықсыз жігітті өлтірді. Осыған байланысты Джо дисквалификацияланды. Сондықтан ол оны бір айдан кейін ғана қайталап көре алады. Бұл туралы жаңалық Рикишаға жетті. Ол ер адам жолды неғұрлым қиын жеңсе, соңында соғұрлым күшті болатынын айтады. Сондықтан ол келесі айда Джо міндетті түрде сынақтан өтеді деп сенеді. Міне, осылай болды. Осыдан кейін Дампей жекпе-жекті Джо Ниша үшін үйлестіргенін және Ниши рингке бірінші болып шыққанын айтады. Бірақ оның дебюті сәтсіз аяқталды. Өйткені жекпе-жек кезінде оның қабағы кесіліп, оны пайдаланып, қарсылас тек ертерек соққыға жығылды. Соның арқасында Ниши техникалық жеңіліске ұшырады. Джо келесі рингке шықты. Таңқаларлықтай оның жекпе-жегін көруге Юка мен Рикиши келді. Тіпті көрермендер оның көңілін көтере бастады. Жекпе-жектің басында жау бірден Джоға секірді. Бірақ бұл оның қолында болды. Өйткені ол қазірдің өзінде дәлелденген тактиканы қолданды. Атап айтқанда босаңсып, шабуыл жасау үшін қолайлы сәтті күте бастады. Нәтижесінде бір кросс қарсы соққы матчтағы жеңісті алып тастай алды. Төбелестен кейін Джоның киім ауыстыратын бөлмесіне бір түрлі адам келіп, оны тексере бастайды. Барлығы қараңғы аудандарға қайтып бара жатқанда, бұл кісінің оларды қуып келе жатқанын байқады. Таңертең Дампей клубының қасында әлгі адам үй салып, содан кейін клуб мүшелеріне өзінің атын жазып қойған. Белгілі болғандай, оның есімі Айгава және ол енді олардың дәрігері ретінде тегін жұмыс істейтінін айтады. Джо ілгерілей бастады және рингте қатарынан 3 жеңіске жете алды. Бірақ солай бола тұрса да,
Дампи клубында әлі де өте аз ақша бар. Джо клубқа ас үй техникасына тапсырыс берді. Бірақ, әрине, оған төлейтін ештеңесі болмады. Бақытымызға орай, жеңіс Джоға Дампиге жаттығулары үшін ақша төлей бастағысы келетін бокспен айналысатын бір жігітті тағайындады. Алайда, 100 000 иен әкелгеннен кейін, Дампи қатты толқығанын және оны ешқандай ақшаға жаттықтыра алмайтынын айтты. Бұл шын мәнінде жігіттің өте алмағанын тексеру болды. Бокс бұл тек жеңіске жеткендер ғана жеңетін спорт түрі. Ал мұны хобби ретінде жасайтын байлар Дампиге қажет емес. Бірақ 1-2 күннен кейін жігіт Джоның сатып алуларын төлеп, ол үшін Дампидің орнына жаттықтырушы болуын өтінді. Джо бұған келісті, бірақ жігіт кетіп бара жатқанда Ниша оның кітапшасын тауып алды. Ал жігіт бай емес екені белгілі болды. Ол бұл ақшаны 3 жыл бойы жинап, барлығын Джоға жұмсаған. Сондықтан Дампи оны жігітінің жұмыс орнына сүйреп апарды. Сол жерде екеуі де одан кешірім сұрады. Дампидің айтуынша, Джо тек бокста өмір сүргендіктен жеңеді. Осының арқасында жігіт бокспен айналыспау керектігін түсінді. Сондықтан Джоның келесі жекпе-жегіне міндетті түрде қатысуға уәде берді. Жекпе-жектерде Джоның проблемалары болған жоқ. Оны 3 жекпе-жекте қатарынан жеңіліп қалған. Ниша туралы айту мүмкін емес. Реніштен Дампи оған көп нәрсені айтты. Сондықтан Ниша кеткісі келді. Оны қалуға көндіре алды. Дегенмен, ол әлі де жеңе алмаймын деп уайымдайды. Сол кезде Игава оған сүйікті қыздың қолдауы көмектесетінін айтты. Және мұндай нәрсе бар екені белгілі болды. Норика онымен және Джомен бірге азық-түлік дүкенінде жұмыс істеді. Ал Джоның бірінші жеңісінен кейін ол оған шегіргүл гүл шоғын сыйлады. Егер ол жеңе алса, сол тауашаны беретінін айтты. Алайда, шын мәнінде, балалар оған шегіргүл гүл шоғы туралы айтты. Ал Нориканың өзі оған ештеңе бергісі келмеді. Оның үстіне, ол оның жекпе-жегі күні бос емес еді. Қалай болғанда да, Ниша бұған сенді және бұл оған қосымша мотивация берді. Нәтижесінде оның соққылары күшейіп, өзі бірнеше келі салмақ тастай алды. Бірақ толқу оны әлі де қалдырған жоқ. Сондықтан, түнде ол Джоға келесі жекпе-жегінде жеңіліп қалса, міндетті түрде клубтан кететінін айтады. Жекпе-жек күні келді. Бұл жолы Ниша әлдеқайда жақсы шайқасты. Бірақ соған қарамастан, олар оны бірнеше рет нокдаунға жібере алды. Ниша қазірдің өзінде берілмекші болды. Тіпті трибунадағы Норика да оны орнынан тұрғыза алмады. Ниша жеңілісті толығымен қабылдады. Бірақ Джоға қараса, оның жылап тұрғанын көрді. Көргенінен шошып кеткен Ниша бірден орнынан тұрып, қарсыласын бір соққымен нокаутқа жіберді. Осыдан кейін, киім ауыстыратын бөлмеде Норика әлі де Нишаға жақындап, оның жекпе-жегін көруге уақыт бөлгенін айтып, оған гүл шоғын береді. Бұл арада Джо жеңіске жетуді жалғастыруда және оның келесі қарсыласы Қасқыр болуы керек. Қасқырдың өзі Джоның қарсы соққысынан қатты қорқады. Өйткені оның арқасында ғана Джо жеңеді. Кейінірек Тотаки оған келіп, қарсы шабуылды қалай жеңуге болатынын ойлап тапқанын айтады. Қасқырдың Джоны жеңудің жаңа тәсілі бар деген ақпарат баспасөзге жетіп, газетті тиісті тақырыппен шығарды. Бұл Джоны қатты күйзелтті, бірақ Дампи оған алаңдамау керектігін айтты. Өйткені мұндай тақырыптар ағып жатқан қасқырлардың одан шынымен қорқатынын білдіреді. Осы кезде пошташы Нишаға Тотакадан қасқырмен күресуге билеттері бар хат берді. Қасқыр бұл жекпе-жекте жеңіске жеткенімен, Джо Дампи одан қызық ештеңе таппады. Алайда, осыдан кейін бірден оларға Аттоки келеді және журналистердің көзінше Дампиге Джо мен Қасқырдың матчын ұйымдастыруды ұсынады. Дампидің бұл ұсынысты қарастыруға әлі уақыты болмады. Өйткені Джо бірден келіседі. Әрине, бұл тұзақ болды. Өйткені Аттоки мен Қасқыр өздерінің жеңістеріне сенімді болды. Сонымен қатар, Қасқырдың жеңіске жетуі үшін Аттоки өз залын тіпті тілшілер үшін де жауып тастайды және басқа боксшыларды Қасқырға көмектесуге мәжбүрлейді. Осыдан кейін, Дампидің айтуынша, Джо өзінің қарсы соққысын алғаш рет көрсеткенде, Қасқырдың көзінен оның шошып кеткені анық болды. Ал кеше оның көздері кек алу үшін жанып кетті. Дампи Джо тығырыққа тіреліп, не істерін білмей қалды. Олар жаңа стратегия ойлап таба алмады. Өйткені олар Қасқырдың оларға қарсы не күтіп тұрғанын білмеді. Балалар оларға көмектесуді шешеді. Сондықтан олар Котики залына барады. Сол жерде олар зембілмен ұрылған боксшыларды дәрігерге апарып жатқанын көрді. Мұндай соққыларды тек Қасқыр ғана жасай алатыны анық. Сондықтан оның мұны қалай істеп жатқанын, олардың немен бетпе-бет келетінін анықтау ғана қалды. Келесі күні Джо Дампи Қасқырдың қандай стратегия ойлап тапқаны туралы ойлана бастады және ол кез келген күшпен қарсы соққыдан аулақ болуға тырысады деген қорытындыға келді. Дампидің айтуынша, бұл әдіс тек сол қолмен тікелей соққыға қарсы қолданылады. Яғни Қасқыр сол қолымен соқпаса, кросс қарсы соққы пайдасыз болады. Мәселе мынада, бұл Джо жеткілікті деңгейде білетін жалғыз әдіс. Ал екіншісін үйренуге енді уақыт жетпейді. Бірақ кенет олардың залына Қасқырдың өзі келіп, әлі де сол қолымен ұратынын айтты. Сонымен қатар,
ол өзімен бірге ұрып соққан балалары болып шыққан сыйлықтарды алып кетті. Мұны көрген Джо балалар үшін қасқырдан кек алғысы келді. Сондықтан ол одан да көп дайындала бастады. Джоның жаттығуларының қатал болғаны сонша, ол Денпейнишенің жекпе-жегіне барлығы тырналған және көгерген күйде келді. Жекпе-жек бастала салысымен Джо бірден қорғаныс позициясын ұстанды. Қасқыр мұны күтпеді. Өйткені ол әдеттегідей толық ашылады деп ойлады. 1 минут өтті, бірақ ешкім ешқашан соққы жасаған жоқ. Қасқыр мұндай жағдайда не істерін білмеді. Тіпті Джоның ең кішкентай қимылы да оны қорқытуға жеткілікті болды. Және мұны көрермендер байқап, қасқырға қысым жасай бастады. Бұл оған әлі де шабуыл жасауға мәжбүр болды. Алайда Джо оның соққыларынан жалтарып, сәтті қарсы шабуыл жасады. Соның арқасында ол бастаманы өз қолына алды. Бірақ қасқыр Джоға қарағанда әлдеқайда техникалық. Сондықтан ол оның шабуылдарына бейімделе алды және Джо енді оған көмектесе алмады. Үзіліс кезінде Отаки қасқырға Джоның бұл ұстанымды оның қандай да бір трубасы болғандықтан емес, одан қорқатындықтан ғана пайдаланғанын айтады. Екінші раундтағы осы сөздерге байланысты қасқыр бірден шабуылға шықты. Бірақ үстіңгі соққыны пайдаланып, Джо оны нокдаунға жіберіп жазалайды. Жеңілгісі келмей, қасқыр көтеріледі. Бірақ ол шегініп бара жатқанда, Джо бірден оған секіріп, қарсы шабуылға мүмкіндік қалдырмай, оны қайтадан нокдаунға жіберді. Қасқыр әрең ұстап тұрғандай көрінді. Бірақ ол тағы бір шабуылдан жалтарып, Джоға соққы бере алды. Осыдан кейін Джо позициясын жоғалта бастады. Бірақ қасқырдың жарақаты одан да ауыр болды. Екінші раунд ақыры аяқталып, үзіліс кезінде қасқыр қалпына келе бастады. Енді оның міндеті Джоны шаршату. Ол қайтадан қорғансыз позицияны ұстану үшін, және ол мұны істей алады. Өйткені үшінші раундтың басында қасқыр Джоны нокдаунға жібере алды. Уәде етілгендей, қасқыр сол жақтан соқты. Бұл үшін Джо кросс қарсы соққыны қолданды. Алайда қасқыр әлі де аяғынан тұрды. Ал Джоның өзі нокдаунға ұшып кетті. Тіпті Рикиши де мұны күтпеген еді. Сондықтан ол Джоның көңілін көтере бастады. Бұл жұмыс істеді және соңғы секундта Джо орнынан тұра алды. Раунд аяқталғанда Джо аяғынан әрең тұрды. Тіпті комментаторлар оның қарсы шабуылының неліктен нәтиже бермегенін түсінуге тырысты. Қасқыр тек сол қолымен ұрғандай кейіп танытты екен. Бірақ шын мәнінде ол Джоның соққысын оған бағыттады. Ал өзі оң жаққа шабуыл жасады. Төртінші раунд басталды. Джо да қорғансыз позицияда тұрды. Бұл тағы бір кросс қарсы соққыға әкелді. Ол әлі де сәтсіз болды және Джо тағы да нокдаунға түсті. Алайда Джо қайтадан орнынан тұрды. Бірақ қайтадан жерге құлап түсті. Джо үшінші рет тұрып жатыр. Ал қасқыр мұның қалай болатынын түсінбейді. Өз стратегиясын ұстана отырып, қасқыр Джоға шабуыл жасайды. Алайда бұл жолы Джо ақыры оны соққысымен ұрып, нокаутқа жіберді. Белгілі болғандай, қасқырдың қимылы қос кросс қарсы соққы деп аталады. Ал Джоның соңында жасаған әрекеті үштік кросс қарсы соққы деп аталады. Кәдімгі қарсы шабуыл сол жақтан тікелей шабуылда қолданылады. Бірақ қасқыр шын мәнінде оң жақтан шабуыл жасағандықтан, Джо дәл осы соққыға қарсы шабуыл жасады. Осы таңғажайып, жекпе-жектен кейін тіпті Рикиши сеңгіреп қалды. Сондықтан ол Джоның қолын қысып, оның келесі қарсыласы болуды ұсынды. Бұл жекпе-жек Джоны жатуға мәжбүр етті. Бірақ Денпей оған қарамады. Өйткені ол түнгі ауысымда жұмыс істеуге мәжбүр болды. Джо оянғанда, Ниша оған Джо мен Нишидің Денпей оларды алып кеткісі келген ауылға санаторий қабылдағаны туралы хат береді. Өйткені олар бокстан дұрыс үзіліс жасай алады. Шипажайға бара жатқан жолда радио арқылы жақ сүйегінің сынуы мен асқыну қаупіне байланысты қасқыр бокстан шығып кеткенін хабарлады. Мұны естіген олар не болғанын айту үшін дереу Отакаға барды. Алайда Эдема оларды қасқырдың масқара екенін айтып, алысқа жіберді. Өйткені ол лашықтан жаңадан келген ойыншыдан жеңіліп қалды. Сондықтан оны жай ғана клубтан қуып жіберді. Тіпті Джон мұндай нәрсені естимін деп ойламады. Өйткені ол жай ғана қасқырды пайдаланып, оны ойыншық сияқты көшеге лақтырып жіберді. Соған қарамастан, олар бұл туралы ештеңе істей алмады. Сондықтан оларға тек әрі қарай жүру ғана қалды. Шипажай Ниши мен Джоға шынымен жетіспейтін орын болып шықты. Оның арқасында Джо формасын қалпына келтіріп, Рикиши мен күресуге дайын болды. Енді не болатынын келесі бөлімде білетін боламыз. Ол туралы видео ертең шығады.